Сәлем достар, бүгін мен сендерге Майнкрафттан карта қалай жасау керектігін көрсетемін. Және плеймаркеттің ішіне кіреміз. Карта для Майнкрафта дейміз. Майнкрафта. Ой, тіпті қалды. Кішіңіздер. Міне іздеп жатыр. Іздеуді міне шықты. Міне Mine Maps дегенді басып аламыз. Және бұл да неше түрлі 100-ден аса емес, енді бір 30-50 шақты болады. Міне бәрі міне андай әртүрлі. Міне қанды қалалар бар. Новые деген жаңадан шыққандары. Міне дракон бар екен. Міне установить дегенді бассақ 21044 гигабайт дейді. 2144 гигабайт дейді. Яғни 2 мегабайт 144 гигабайт болады. Және бұны басқанда сізде Minecraft P болу керек. Minecraft P Edition болу керек. Тартылып жатыр. Міне болды. Міне играть десек бассақ. Міне. Бұда карта губка для Майнкрафта десек. Губка боптың несі шығады. Міне. Таза мультиктегідей. Көрдіңіздер. Әркім негізі бұны порталмен, яғни адамдарды алып істейді. Картаны басып алады да. Және бұған өтірік карта порталдан кірдік деп ойлайды да. Өтірік жібереді. YouTube карталар. Ал мынау үшін карта. Жаңағы дракондарымызға да кіріп көрейік. Міне. Астында тұрады. Бузер Superior Craft дейді. Бұл творческіге айналдыра салайық. Шығамай қалмас екен. Кешіріңіздер болсын. Мінекей достар. Міне. Көрдіңіздер достар. Айдаһар, кәдімгі айдаһар тұрып тұр. Мүйіздер бар, мынаяқта нелері бар. Қанаттарының тырнақтары бар, қолдары бар астында міне. Барып көрейік онда. Күшті екен достар. Сіздерге осыны басып алуға ұсыныс беремін, достар. Және бұл өте күшті.
Sizlerge түсіндірдім деген ойдамын. Сіздермен болған Габаят қоштау болыңыздар.